Сәлеметсіздер ме балалар? Экрандағы бейнероликке назар аударайық. Ал желаяқ достар, сенің әңгімең біздің айтқандарымыздан әлде қайда қызық болу керек. Желдей жүйткіп, талай жерді аралаған боларсың. Көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра деген бар емес. Я, айта бер желаяқ, құлағымыз сенді. Айтсам, мен осы ертегілер елінде дүниеге келіппін. Яғни жергілікті тұрғын аман, аты шулы Қаңбақшал менің нағашы атам болды. Мен ұры дейді, түстен алған жоқ, тек тамақ жегім келеді. Сен не жылап отырсың? Әке мен шеше іздеп жүрмін. Баласы жоққа бала, немересі жоққа немере болар еді. Атың кім сенің? Тазша бала. Расында басың таз екен. Жарайды онда, соңынан ер, маған бала боласың. Ал Көлтаусар, ертегілер еліне қалай келгенін туралы айта бер. Балалық шағын жайлы естігім келді. Суға тоймайтын қомағай болған шығарсың сірә. Менің әкем балықшы болған екен. Теңізден балық аулап, оны базарға өткізіп. Балалар, осы бейнероликтегі кейіпкерлер қандай кейіпкерлер екен? Олардың қандай қабілеттері бар? Балалар, осы бейнероликте кейіпкерлер қияли ма, әлде шынайы ма? Сіздер өздеріңіз байқағандарыңыздай, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қиялдай алу ерекше қабілет. Сабағымыздың мақсаты тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау, зат есімдердің мағыналық түрлері мәтін аясында жалғаулар арқылы түрлерін қолдану. Зат есім заттың, құбылыстың, ұғымның атын білдіріп, кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы зат есім деп аталады. Мысалы, дәрігер кім, оқушы кім, қиял не, құс не және тағы басқа. Зат есім тұлғасына қарай негізгі зат есім және төменгі зат есім деп екіге бөлінеді. Негізгі зат есім бөлшектеуге келмейтін түбір зат есім. Мысалы, бала, шабыт, жапырақ. Ал туынды зат есім түбір зат есімге және басқа сөз таптарына жұрнақ жалғау арқылы жасалған зат есім. Мысалы, білім, достық. Құрамына қарай дара және күрделі зат есім болып бөлінеді. Дара зат есім бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, оқушы, баспалдақ, тағы басқа. Ал күрделі зат есім екі сөзден тұрады. Мысалы, кемпір қосақ, жел аяқ, күш жігер, тағы басқа. Зат есім жалпы есім және жалқы есім болып екіге бөлінеді. Бір келкі заттардың жалпы атауы жалпы есім деп аталады. Бір ғана затқа берілген жеке атау жалпы есім деп аталады. Мысалы, кісі, адам деген жалпы атауға тән болса, Байжан, Гүлнұр дегендер адам атауының бәріне емес жеке кісілерге ғана қойылған. Балалар, осы өтілген тақырып бойынша бізде Quizlet платформасында викториналық ойын болады. Осы ойынға өту үшін экрандағы QR-кодты телефондарыңызбен сканерлеп Quizlet платформасына өтіңіздер. Осы ойынға 7 минут уақыт беріледі. Мұқият болыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын сәтте келіп жетті. Бүгінгі өткен тақырыптарымызды қорытындылау үшін TikTok әдісін пайдаланамыз. Бүгінгі сабақ ұнаса,
жүрекшені таңдаймыз. Егерде бүгінгі сабақ ұнап, осы сабаққа пікірімді қалдырам десеңіздер, комментарий батырмасын таңдайсыздар. Егерде сабағыңыз ұнап, досыма бөлісеміз десеңіздер, бөлісу батырмасын таңдаймыз. Балалар, бүгінгі назарларыңызға көп рахмет.